Бұл парақшаны тығылып оқитын ер адаммын. Қарындасым, қате жазған жерлерім болса түзетіп жазарсың. Жасым 39-да. Әйелім мен балаларым бар. Қарапайым бір әкемін. Осы бір оқиға көптен бері ішімде қатып жатқан еді. Бүгін сізге жазып отырмын. Жазғанымды анам не қарындасым оқып қалса, менің қандай күйде өскенімді, қандай жан екенімді түсінер деген ойдамын. Мен үйдің тұңғышымын. Өзімнен кейін 2 қарындасым мен інім бар. Балалық шағымды ойласам, алдымен арақ пен темекінің иісі есіме түседі. Небәрі 3-ші сыныпта оқитын баламын. Бірақ жанымда балалық деген болмайтын. Әкем маскүнем. Байғұс анамды арақ әкелмесе үйден қуып шығатын. Арақты таппаған күндері ұрып-соғып, қан қақсатып тастайтын. Байғұс анам біз үшін базарға барып, картоп, пияз сатып, сол ақшаға әкемнің арағын тауып әкелетін. Маған темекі тұқылын жинап әкелуді бұйыратын. Егер әкелмесең, таяқ жейсің дейтін. Қоқыстардың арасынан темекінің қалдығын теріп, қалтама толғанша жүретінмін. Әкелген күні бір ауыз жылы сөз естімеймін. Тек аз әкелдің деп таяқ жеймін. Беліме тиген белдіктің табы әлі күнге дейін жанымда сайрап тұр. Шекем ісіп, көзімнен жас аққанда да жылауға қорқатынмын. Себебі жыласам, әкем одан сайын долданып кететін. Иттің баласы өшірініңді, еркек деген жыламау керек, деп одан сайын ұратынын білетін мен үнсіз жылауды үйрендім. Жасым 9-да ғой. 9 жастағы мен таяқтан ерте есейдім. Өзім ап-арықпын. Үйде тоя тамақ ішпейміз. Әттең, ол кезде интернетте, телефонда жоқ еді. Жылағанымды кім естісін? Әкемнен таяқ жегенімді кім көрсін? Талай анам біздерді ертіп, нағашы әжемнің үйіне барды. Сонда нағашы атам, неге келдіңдер? Кезінде тыңдамай, сол жігіттің етегін ұстадың. Енді қайтып келуші болма, деп үйінен қуғандай болатын. Әкем мен анам бір сыныпта оқыған сыныптастар. Бір-бірімен мектепте дос болып, ғашықтар болған. Нағашы атам анамды басқа жанға атастырған екен. Бірақ анам өз сүйгенін таңдап қашып кеткен. Сол үшін анамды төркіндері жақтырмады. Ал әкемнің әкесі жоқ, анасы бар. Өзіміздің әжеміз де маскүнем еді. Әкемнің інісі бар. Соның қолында әжем тұрады. Үнемі барсам, арақ сасып домалап жатады. Інісі де арақ ішеді. Жеңгеміз біздерді жақтырмай қуып жіберетін. Талай әкемнен таяқ жеген күндері далаға қарай қашатын едім. Анам қыздары мен кішкентай інімді алып қашады. Ал маған өзің қашуға тырыс дейді. Әкемнің қолына түсіп қалсам бітті. Бар ашуын бізден алатынына мүлдем түсінбейтін едім. Бір күні қашамын деп, көшедегі аузы ашық құдыққа түсіп кеттім. Түннің іші болатын. Жаз айы. Қайта ішінде суы жоқ. Құрғақ, бірақ темірі бар. Құдай сақтап қалып, теміріне басым соқпады. Бірақ аяғым қатты ауырды. Содан кім бар? Құтқарыңдар деп айқайласам да ешкім естіген жоқ. Жылай-жылай тамағым қарылып, сол жерде таң атқанша түнедім. Сол түні өзіме уәде бердім. Алла мені көріп тұрсаң, мен өскенде ешқашан арақ ішпеймін, темекі шекпеймін. Әкем сияқты балаларымды ұрмаймын деп қайта-қайта айта бергенім әлі есімде. Жылдар өтіп жатты. Ит тірлікпен есейіп, бозбала болдым. Анам сол баяғы картоп пиязын сатып жүрді. Әкем де арағын қоймады. 16 жастағы бозбала едім. Бір күні сабақтан келсем, әкем қолында пышақ, анамды ұстап алып мойнына тақап, арақ қайда? Неге әкелмедің, салдақы? Деп айқайлап жатыр екен. Қарындастарым әкелеп жалынып жатыр. Ашуым қысты.
Қайдан келген батылдық екенін білмеймін. Әкемнің жанына барып, пышақ ұстаған қолын қайырып, тебе жөнелдім. Пышағы ұшып түсті. Мас адам ғой. Тек әлі әйелдерге ғана келеді. Алғаш рет қанша жылғы жиналған ыза мен әкемді қан-жоса етіп соққыладым. Ашумен көздерім қызарып, анамды тоқта, жетер деген сөзін де елемедім. Тек әкең өлді, өлтірдің дегенде ғана әрең өзімді тежедім. Әкемнің қолын сындырыппын. Әкем больницаға түсті. Бірақ ұлым ұрды деп айтуға намыстанған болу керек. Түсініктеме алуға келген милицияға ұрған адамды танымаймын. Ішіп алып төбелестім депті. Сол бір менің таяғымды жегелі әкем қатты өзгерді. Больницадан шыққан соң үйге келді. Маған жаман көзбен қарап, сені қарғыс атсын. Сенде yolдан садаға деп бетіме қарамай қойды. Мейлі, қарамасын. Бастысы арағын қойды. Мен де өзімді жігіт санап, әкемді іздеп келген бөтелкелестерін қуатын жағдайға жеттім. Байғұс анам әкемнің таяғынан құтылды. Үйде тыныштық орнады. Әкем менің ашуымнан қорыққаннан арақ ішпей жүргеніне бәріміз таң қалып жүрсек, бауырдан цирроз болған екен. Оны больницада түскенде біліпті. Анализ тапсырып, сол жерде жатқанда білген ғой ауруын. Сосын екен арақты қойғаны. Цирроздың ең соңғы сатысында жүрген әкем үйде азаннан кешке дейін теледидар көріп жатады. Ешкімге зияны жоқ болды да қалды. Иә, әкем ауырып жүргенін білдірмеді. Құсып жүргенін де жасырды. Бірақ көп ұзамай төсекке таңылды. Анам бар жағдайын жасап, өмірінің соңғы сәтіне дейін қасында жүрді. Сонда өлер шағында бәрімізді қасына шақырып алып, маған, сені кешірмеймін. Әкеңді ұрған еркек емес ессің. Қарғыс атсын сені. Адам болмайсың сен деп, менімен солай қоштасты. Басқа балаларына жақсы көретінін айтты. Сонда менің не күнәм бар еді? Үйдің үлкені болғандықтан ба? Әкеден де, анадан да жылулық көрмей өстім ғой. Әкемнің сол бір сөзі осы күнге дейін жүрегімде сақталды. Ауыр дертпен өмірден өтсе де, әжем ішіп келіп үйге айқай шығарып кететін еді. Біздерге қамқор, үлгі болатын әжем арақ ішіп алып, сендер менің баламды ұрып өлтірдіңдер. Қарғыс атсын сұмырайлар, деп 2 күннің бірінде үйдің берекетін алып жүрді. Бір күні анама, бұл жерден кетейікші, басқа жаққа көшейік, өзім асыраймын, деп қанша айтсам да көшпей жүрді. Мен мектеп бітіргенше әжемнің тегін концертінен анам мезі болды ма, көшеміз деп, өзі үйді сатуға қойды. Әйтпесе, маскүнем әжем қайта-қайта мазаны алып, терезелерді шағып кететін еді. Үйімізді сатып, басқа қаланың шетінен шағын ғана 2 бөлмелі жер үй алдық. Бұл көшу біз үшін жаңа өмірдің бастауы еді. Бұрынғыдай емес, мұнда тыныш. Айқай шу жоқ, тіпті құс үнін де еститін болдық. Анам да қарап отырмады. Жақын маңдағы шағын дүкенге жұмысқа тұрды. Мен де қарап жатпай, сол дүкенде жүк түсіруші болып істедім. Екеуміз иық тіресіп, үйдің бар ауыртпалығын бірге көтердік. Күндер өтті, жылдар сырғып өтті. Қарындастарым бой жетіп, арман қуып, Алматыға оқуға түсті. Оның біреуі білімге талпынғаны сондай, грантты жеңіп алды. Мен болса, артында қарап қалмай, сол қалаға ілесіп бардым. Құрылысқа жұмысқа тұрдым. Айлығымның 1 тиынын да жұмсамай жинадым. Қарындасым оқуды бітіргенше, қолымнан келгенше көмектесейін деп өзіме сөз бердім. Жылдардан соң жинаған ақшамен үйге қайттым. Көзіме ыстық көрінген сол 2 бөлмелі үйді 3 бөлмелі етіп кеңейттім. Жөндеу жұмыстарын жасап, бәрін жаңарттым. Анам мәз, ал қарындасым нағыз пысықтың өзі. Грантпен оқса да бос отырмай жұмыс істеп, ешкімге салмақ салмады. Сол сәтте түсіндім. Жақындарың үшін төккен тер ешқашан босқа кетпейді екен. Жігіт болып, ара-тұра таныс жігіттермен араласып жүрдім. Бірақ көбі арақ ішіп, темекі шегетін. Бұл маған ұнамады. Арақ ішпегесін
көбі қасыма жолай бермеді. Тек намазхан жігіттер ғана қасымда қалды. Мен өз уәдемде тұрған жігітпін. Кім айтса да, қинаса да арақ ішпей, темекі тартпадым. Бірақ намазды да оқымадым. 26 жасқа келгенімде анам, отбасы құру керексің, келіннің қолынан шәй ішемін деп күнде айтатын болды. Бұл уақытта екі қарындасымды ұзатып, өз бақыттарын тапқан еді. Кіші қарындасым оқуын енді бастап жатып, тұрмысқа ерте шығып кетті. Содан анам өзі таңдап, бір қыздың номерін берді. Дүкенде бірге жұмыс жасайтын әйелдің қызы. Ол әйел екеуі тағдырлас. Анам дүкенде еден жуып, заттардың шаңын сүртетін жан. Әлгі әйел екеуі сол кезекпен жұмыс жасайтын. Оның қызын бұрындары көретінмін. Оның да әкесі жоқ. Батылданып, әлгі қызбен сөйлесіп жүрдім. Бұлай жақсы қыз еді. Тек менен 4 жасқа кіші болды. Кездесіп, араласып жүрдік. Үйлену ұсыныс жасағанда ол қыз келісті. Анасы да рұқсат берген. Көп замай ол қыздың келісімімен алып қашып келдім. Өйткені анасы да, қыз да ұзатылып шығуға жағдайлары келмеді. Алып қашқан күні ол қыз оң аяғымен табалдырық аттады. Сол күні бірге төсек салып берген. Бірақ Алла көріп тұр ғой, мешітке бармай, мұсылманша неке қимай ол қызға тиіспедім. Ертеңіне беташардан кейін мешітке барып неке қиямыз. Кешке тойханада тойымыз болады деп, 1 ай бұрын жоспарлап, тойханаға жарты ақшасын төлеп, күнін белгілеп қойғанбыз. Алып қашқан түні бір төсекте жатпай, бөлек бөлмеде жаттым. Сол үшін бекен, әлде басқа себеп болды мекен? Ертеңіне таң атқанда бөлмеге барсам қыз жоқ. Кетіп қалыпты. Түсіне алар емеспін. Телефон өшірулі. Үй жақтан іздеп таппадым. Анам екеуміз ол қыздың үйіне бардық. Қыз үйінде ештеңе болмағандай жүр. Неге кетіп қалдың? Бүгін біздің тойымыз десем, ол еш саспастан. Мен ойландым. Сен мен үшін өте кәрісің. Ренжіме. Асығыс шешім қабылдаппын. Бәрін атмен ете сал, деп көзі бақырайып отыр. Анасы да кібіртіктеп, қызым айтқанды қылмай отыр. Мені тыңдар емес деп, жүзін төмен салды. Ашуланып кеттім. Еркек деген атым болса да, жылап жібердім. Әкемнің қарғысы болар деген ой басыма келді. Мені сонша әуреге салып, сезімімен ойнап, шығынға батырған ол қыз түбі бақытты болмаса анық еді. Сонымен барлық нәрсе атмен болды. Мен тек ішімнен тынып жүрдім. Мейлі, үйленбей ақ жүре берермін, деп ойладым. Маскүнем әкемнің қарғысы бақытты болуыма кедергі деп ойладым. Бірақ қателесіппін. Ешқандай да қарғыс жоқ екен. Арада 1 жыл өтті. Әлгі қыз өзімен жасты жігітке тұрмысқа шығып, ажырасып келді. Мен ол қызға ешқандай қарғыс да, басқа да айтпадым. Қарғыс дегенің қаншалықты ауыр екенін өз басымнан білемін. Ажырасып келген ол енді қайта звондауды шығарды. Басында кешірім сұрап, кездесейік деген. Бірақ бір рет көңілім қалған адаммен кездесуге бармадым. Телефонды блок еттім. Бір күні өзімнен 7 жас кіші қызбен таныстым. Негізі ол қыз өзі танысты. Жасым білгенде кішкентай қыз деп сөйлеспей жүрдім. 2-ші рет тағы кездесіп қалдық. 3-ші рет тағы да тағдыр кездестірді. Біз бір-бірімізді алғаш рет көргенде ұнатып қалған едік. Тек мен ол қыздан қаштым. Бақытты бола алмаймын деп қаштым. 3-ші рет кездесіп қалғанда ол қызды алып қаштым. Қыздың әке-шешесі келісіп, той жасап, некелі жарым болды. Өзі сондай ақ жарқын. Анамның қолында 5 жыл келін болды. Бірақ анам мені қызғанды ма, әлде білмедім енді. Немерелі болған соң әйеліме күн бермей жүрді. Басында үндемедім. Балам өсіп келеді. Анам ақырындап, менің әйелімнің не сұнамайды. Барлығын жасап жүгіріп жүр десем, анам, әйелің салақ, істеген ісі шала. Әйеліңді неге жақтайсың деп ашуланып өзіме ұрсатын. Жақсы жерге жұмысқа тұрып едім. Айлығымнан әйеліме ақша берсем де, анам ұрыс шығарып жүрді. Анамның барлық ақшаны өзі ұстап жүргенді қалайды.
Келініне киімді өзі таңдап, қайдағы олпы-солпы арзан киім алып береді. Оған мен ұяламын. Әйелім басында үнсіз көнді, бірақ төркінге барса, ол жақта анасы жап-жас болып, үстіңе не киіп алғансың? Өз жасыңа сай киім кимедің бе деп айтқанда, мен ұялып кеттім. Анамды жамандағым келмейді, бірақ келінді өз қызындай қабылдаса екен деймін. Әйелім өзіме еш уақытта бетіме келген емес. Қонақ келсе күтіп, дастарханды өз қолымен жайнатып қояды. Білмеймін, анама одан артық қандай келін керек екенін. Екінші бөпесім туып келген кезі, қыс айы еді. Роддомнан жаңа шыққан әйеліме мен жоқта ұяқтатып қойыпты. Үйге келсем, бесіктегі балам жылап жатыр. Әйелім белін байлап, үйдің ішін ақтап жатыр. Есік алдына кілем, паластарды шығарып тастаған. Анам өзі моншаға түсуге кеткен. Әйелім жалғыз өзі істеп жүр. Ашуланып, туып келгенің жаңа, неге бұндай тірлік жасайсың деп айқайлап жібердім. Ол байғұс үнсіз төмен қарап тұр. Анамның ісі екенін білем ғой. Барлығын тастада, киімдерді жина. Бөлек тұрамыз десем, әйелім көнбейді. Мамадан ұят болады деп. Ай-шайға қарамай, киімдерді жинап, такси шақырып, 2 баламен әйелімді төркінге апарып тастадым. Ата-енеме, мені кешіріңіздер. Осылай болып қалды. 15 күндей қарай тұрыңыздар. Пәтер тауып алайын. Әйелім мен балаларымды алып кетемін деп ескерттім. Олар үнсіз келісті. Үйге қайтып келсем, анам түгімді қоймай ұрысты. Одан әйелімді жамандады. Ештеңе демедім. Тек бөлек шығатынымды айттым. Ертеңіне төркіндегі әйелім ауырып, больницаға түсіп қалды. Үлкен ұлымды барып алып кеттім. Ол үйге көнбей жылап, шешем бақты. Ұяқтап, кіріп шығып жүрген әйелім салқын тигені бар. Жатырында қан қалып қойған дейді. 10 күн больницада жатты. Оған дейін пәтер дайындап қойдым. Больницадан шыққан бойда өз пәтеріме әкелдім. Солай бөлек шығып кеттік. Кейін інім үйленді. Кредит алып, тойын жасап бердім. Уақыт өтіп жатты. Әйелім екеуміз жұмыс жасап, кредиттен құтылып, үй салуды жоспарлап, 10 жылдың ішінде арманымызға қол жеткіздік. Балаларымды еш уақытта ұрмай, әйеліме еш уақытта қол көтермей бақытты өмір кешіп жатырмыз. Ал анам әлі күнге дейін біздерге оң қабақ көрсетпейді. Мереке сайын туған күнін қалдырмай құттықтап отырамыз. Соның өзінде сен баланы ана қатын дуалап алған. Сол қатынның ығынан шықпайсың деп айтады. Інімді айдап байғұс келінді ұрғызып қояды. Сол баяғы анам. Өзі қалай өмір сүрсе, басқалары да солай таяқ жеп, өмір сүруі керек сияқты. Ініме қанша ақыл айтсам да, мені тыңдамайды. Қатын ұрып, қандай абырой тапқысы келетінін түсінбедім. Бұл әңгімемді анам оқысын, қарындасым оқысын, мені тек дұрыс түсінсе екен. Балаларымның алдында шешесін сабап, жаман әке болғым келмейді. Әкемнің жолын қайталағым келмейді. Балаларыма мейірімді, үлгі болып қалатындай әке болғым келеді. Соңы.